Episode. Yes. Thanks. Хорошо, спасибо. Айман апай? Айман апай, сәлеметсіз? Сәлем, Таңнұр, сәлем. Айман апай, мына кісі балалар жазушысы екен ғой, бір сұрағыңыз болса қоярсыз, е? Так, кіммен кездесем, соны білмейді екен. Ануарбек Дүйсенбиев деген балалар жазушысы бар екен ғой, Балдырған журналында редактор болып істеген. Сол кісі туралы ғылыми еңбектер жазған Сапарбаева Қарлығаш Жылқыбай қызымен кездесеміз. Ануарбек Дүйсенбиев туралы қарай берсеңізші. Мектеп оқып жүргенде ең бір сүйікті журналымыздың бірі болатын, расында да бала кезіміздегі ең бір көзді ашып кітап ететін болса, сол Балдырған журналы болатын заманында. Өзінің ондағы суреттері де сүйкімді балалардың өздерінің жансәндерін салып жазатын неше түрлі өздерінің нелерін. Шынында да бала кезіміздегі сүйікті журналымыздың бірі болатын. Дейін даже сұрақ қояйын қазір. Ойланып енді сіздер қоймаған сұрақты кім қояды? Просто мен өзімнің детством вспоминать етіп жатырмын. Детский болғаннан кейін сен бұл ауылдан алысқа кетіппін ғой қазір жаным. Ол заманда көп журнал шықпайтын, олай Қазақстан пионері мен Балдырған ең бір қазақ баласы үшін сондай сүйікті журналдың бірі болады. Сосын өзіне қарамай Араны оқитын. Арада нем бар десеңші, соны түсініп жатқандай, ол бір саясатты біреуді. Ара журналын оқитын бала кезінде ойыма түсіп жатыр. Қазір жарайды. Ну, он говорит, глючит. Я ему пишу, давайте сегодня мне выгрузку, да. Он мне пишет, у меня Ну, вот я вам сейчас сделаю этот скрин с его ответа. Сейчас позвоню, конечно, я ему скажу. Ага. Хорошо, я позвоню сейчас. Хорошо. Да. Давайте. Ага, до свидания. Бақтылы Секенова, сіздің дауысыңыз естіліп жатыр.
Мгм. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе, қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Қазір 5 минут күте тұрайық, иә, балалар қосылып алсын. Жақсы. Кейін маған демонстрацияға рұқсат бересіз ба? Әрине, аха. Мен анау сұралмаппын да, мен телефонымды қайдан алдыңыздар, мені қайдан білдіңіздер деп сұраймын деп сұрамаппын. Біз сіздің осы негізі Ануарбек Дүйсенбиев туралы көп қарадық та, сосын сіздің балаларға балдай жыр арнап деген мақалаңызды оқып, сол жерден таптық сізді. Жақсы. Десек табамыз. Жақсы. Өзім қуанып қалдым. Ақиқат газетіне шыққан еді, журналына шыққан еді ғой ол мақалам. 2 мақалам шыққан. Кеше осы сіздер хабарласқаннан кейін мен сол интернеттен сурет іздесем, менің диссертациямды бөліп диплом жұмысы етіп, мақалаға етіп, көшіріп, өздерінің аттарын жазып, біраз кісілер ұрлап қойыпты интернетке. Сөйтіп, сіздердің арқаларыңызда біраз адамның ұрлығын ашып, хабарласып, кейін олар кісілер кешірім сұрап. Авторлық құқық бұзылып жатыр дейсіз ғой? Иә, бір әр нәрсенің қайыры бар деген. Білмеппін мен, қалай адам көшіріп қояды. Я не знаю. Здравствуйте. Слышно меня, да? Вы стали организатором теперь. Закрепить. Вот. Вы стали организатором, вы можете спокойно демонстрировать экран. Қарлығаш апай, сізге айтып жатыр. Сізді организатор қылып қойдық. Демонстрация экран қоса бере аласыз. Жақсы. Можем, да? Сіз енді администратор болдыңыз ғой, ана жақта қосылам дегендерді қоса бересіз, тырнап. Жақсы. Мен тіпті сол нені алып тастасам қалай болады екен? Зал ожидания. Алсаңыз, аха. Ала салдым. Енді не береді? Қосыла береді өздері автомат түрде. Бастай береміз бе?
Бастайық, мен дайынмын. Ендеше бастайық, иә? Уақытымызда болып қалған екен, сіздің уақытыңызды алмайық. Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар және құрметті қонақтар, мектеп оқушылары және мұғалімдер. Бүгінгі балалар ақыны Әнуарбек Дүйсенбиев турасында өтетін балалар мен сырласқан сарбаз ақын атты кездесуімізге қош келдіңіздер дейміз, иә? Ендеше кездесуіміздің құрметті қонағымен баршаңызды таныстырсам, Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, филология ғылымдарының кандидаты Сапарбаева Қарлығаш Жылқыбайқызы. Қарлығаш ханым, шығыс жұртымен өткен қашықтықта кездесуге қош келдіңіз дейміз. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет. Барлығыңызға қайырлы күн. Біріншіден сіздермен осылай монитордың ар жағында болса да қауышып отырғаныма, кездесіп отырғаныма қуаныштымын. Оралхан Бөкей кітапханасының сыртынан өте жақсы білеміз. Сол жақта біздің ақын досымыз, ағамыз Қалқаман Сарин бар. Сол Қалқаман аға осы Оралхан Бөкей кітапханасынан іс-шараларға, жиындарға қатысып отырады. Үнемі кеше хабарласқан кезде жып-жылы сондай бір таныс, алыстағы жақыным деп жатады ғой қазақтар. Сондай хабарлама болды. Сондықтан сіздерге үлкен рахмет айтамын. Ендеше мен өзімнің аз кем дайындаған слайдым бар еді. Жалпы Әнуарбек Дүйсенбиев есімі өкінішке орай көп атала бермейді. Балалар әдебиеті ретінде өте жақсы таныс, мектеп бағдарламасына енген, осында оқушылар отыр екен. Құрметті оқушылар, сіздер Әнуарбек Дүйсенбиев есімін өте жақсы білесіздер деп ойлаймын. Жалпы Әнуарбек Дүйсенбиев есімімен барлығымыз мектеп программасындағы оқулықтардан таныс болсақ та, мен өз 2001 жылы ғылыми жетекшім Құлбек Ергөбек филология ғылымдарының докторы, профессор, сәбиттанушы, балалар әдебиетінің зерттеушісі, сол кісінің ұсынуымен осы тақырыпқа келген болатынмын. 10 шақты жылдай зерттеп, кандидаттық диссертация қорғап, енді бірнеше мақалалар жазып, Әнуарбек Дүйсенбиев әлемімен танысуыма себепкер болған сол Құлбек Ергөбек. Енді ол кісіні де шақырсаңыздар болатын еді. Жалпы одан кейінгі Құлбек Ергөбек ден кейінгі Көпен Әмірбек деген сатирик жазушы бар, ақын білесіздер. Сол кісіден өте көп естігенмін. Әнуарбек Дүйсенбиевтің ұлының ер жанаған шаңырағында болып, осы ғылыми зерттеу жұмысын жазу барысында күнделіктермен, әдеби қолжазбалармен танысып, ол кісінің бүкіл шыққан бұқаралық ақпарат құралдарында, кітаптарында осы өзімде қалғаны, өзімде бары кеше тапқаным Қайырлы таң балалар деген кітабы бар екен. Аққулы айдын деген үлкен жерге арналған үлкен жинағы бар. Кеше сол интернетті ақтарсам, барлығымыз жатқа білетін Сырласу вальсі деген әнді қалған деп атап жіберіпті. Кәдімгі Сырласу вальсінің авторы осы Әнуарбек Дүйсенбиев. Сондықтан бүгін сіздермен біз Әнуарбек Дүйсенбиевтің жалпы әдеби мұрасына қатысты танысамыз деп ойлаймын. Мына жерде Әнуарбек Дүйсенбиевтің фотосы берілген, өзі 48 ғана жыл өмір сүрген. Осы бір 4 жол өлеңі әркез менің жадымда жаңғырып тұрады. Сұрама менің жасымды, санама ақты шаштағы, кеудеге сүйе басыңды, сырымды түгел аштағы. Осы 4 жолдың өзінде ақынның бүкіл болмысы, жаратылысы жатқандай. Жалпы кез келген өлеңнің кейіпкері, лирикалық қаһарман, ол автордың өзі дейтін болсақ, осы 4 жолда автордың табиғаты, өзінің ақындық сыры, мұңы, жыры баяндалып тұрғандай сезіледі. Жалпы Құрманбай Толбаев деген өзінің замандасы мынандай пікір айтады. Әнуарбек балаларға жан тәнімен берілген ақын. Алдына келген шығармалардың ой сезім арқылы балаларға не беретін ерекше ден қояр еді. Балаларға арналған шығарма олар шалқар ойға, ыстық сезімге бөлеу керек дейтін қағиданы ұстанатын. Осы 80 жылдығына қарай менің ұстазым Құлбек Ергөбектің Ана тілі газетіне балаларға балдай жыр арнап деген мақала жарияланған болатын. Сол мақалада мынандай естелік айтады. Әнуарбек Дүйсенбиев ерінбей балабақшаларға барып,
балалардың психологиясымен, олардың жай күйімен, көңіл күйімен, нені қалайды, нені жақсы көреді, нені жақтырмайды, бәрін зерттеп жүреді екен. Жалпы балалар әдебиеті бұл үлкен кішкентайларға арналған үлкен әдебиет дейміз. Неге? Себебі балаларға арнап жазу екінің бірінің қолынан келмейді. Балаларға арнап жазу үшін бала бола алу керек, ақын жазушы, баланың психологиясын меңгеру керек, соның ішкі көңіл күйін, сезімін, нені жақсы көреді, нені жақсы көрмейді. Әдетте біз оқулықтардағы өлең жырларға қатысты көпсін естіп жатамыз, айтып жатамыз, әдебиетші ретінде, оқырман ретінде балалардың жаттауына жеңіл келмейтін дүниелер бар деп жатамыз. Соның барлығы көпшілігінде балаларға арнап жазудың қиындығын көрсетсе керек. Жалпы алғаш рет 1948 жылы осы қазіргі ұлан деп аталатын балаларға арналған газет бар, білесіздер, бұрын Қазақстан пионер деп аталатын. Сол алғашқы шығармашылық жолын сол газетте қиылған. Одан кейін ақынның шығармашылығы туралы көптеген бұқаралық ақпарат құралдары басып жариялаған. Оның ішінде қазіргі Жас алаш деп аталатын газет бар, ол кезде Лениншіл жас деп аталады. Бұрынғы коммунизм туы, Жетісу, Оңтүстік Қазақстан біздің осы Түркістан облыстық қазіргі бас газетіміз. Одан кейін Қазақстан мұғалімі, сіздерде шығатын Алтай большевигі деген бұрын не болған, газет болған, білесіздер. Сонда коммунизм таңында, спортта, осы мына жерде берілген барлық газеттердің журналдарда, сол Жұлдыз журналы бұрын әдебиет және искусство деп аталған, жалын балдырғанда мәдениет және тұрмыста үздіксіз жарияланып отырған. Өзі өмірден өтіп кетсе де, әлі күнге дейін Балдәурен, Балбөбек, Мөлдір бұлақ деген, Ақ бұлақ деген, Алтын бұлақ деген балаларға арналған журналдар бар, білесіздер. Соның бәрінде әлі күнге дейін азық болып келе жатыр, рухани шығармалары шығып тұрады. Балалар ақын жазушыларынан кезінде осы өздеріңіздің шығармашылық лабораторияларыңыз туралы жазып беріңіздер деп өтінген кезде Гулливер ергежейлер арасында деген шағын әңгіме жазып берген Әнуарбек Дүйсенбиев. Сол кезде ол бар жоқ 48 жаста екен. 48 жасқа толса да ол өзі мені жұрт 50-ге келген бала сияқты ақын дей берсін деп жазады. Бірақ өкінішке орай 50 жасын көре алмай кетеді. 31 жылы мына өздеріңіз білесіздер, Алматы облысы деген облыс бар, сонда Жамбыл ауданы бар, Жамбыл Жабаевтың музейі орналасқан, сонда Қарақыстақ деген ауыл бар. Кішкентай ғана шағын ауыл, қазір сол жерде Дүйсенбиев атындағы көше бар, сол шағын ауылда дүниеге келеді. Ақынның әкесі Ұлы Отан соғысынан оралмай жетім өседі. Ол туралы өзінің жағы лабораториялық әңгімесінде де жазады. Ел ішіне лан түсті, соғыс жұртты есеңгіретіп тастады, сол соғыста әкем шейіт болды деп. Сонымен бірге Мұра деген өлең бар ақынның. Сол өлеңде ақын былай дейді: әзір ауыр басымнан күн кешпедім, шаттықпенен бір туып бірге өскенмін. Өкінішім тек қана әкемді мен соғыстан соң көрмедім, тілдеспедім десе, қандай жақсы жайма шуақ жаз еді деген өлеңінде. Соқты боран, бұзылды сол тыныш шақ, күлге айналды шаттығым ол күміс бақ. Кеттің әке туған елді қорғауға, қолына сен құдіретті ту ұстап. Кеттің әке қарсы тұрып ажалға, қара қағаз жеткізді тек қазаңды деп суреттейді. Бұлай деп отырғанымыз көптеген жағы кезіндегі баспасөз беттерінде ақынның әкесіне қатысты түрлі пікірлер туындаған. Содан кейін осы деректі айтып отырмын. Анасы сәнді бала осы Мұсафар Әлімбаевтың көргендерім мен көңілдегім деп аталатын эссесінде осы Жамбыл Жабаевтан Әнуарбек Дүйсенбиевтің баталғаны туралы мынандай мәлімет бар. Анасы сәнді бала осы 1936 жылы Жыралыбы Жамбыл Москвадағы сапарына оралғаннан кейін сол Қарақыстақ ауылында Әнуарбек Дүйсенбиевтің әкесі Тәжен Ақсақалдың үйінде үлкен жағы жиын өтеді. Жиын болғанда сол Жамбыл Жабаевты шақырады. Қазір мен 3 адам күтіп тұр дейді, қабылдай салайын. Мен өшіп қосып қойған, біреу қосып қойдым екен. Сол Тәжен Ақсақалдың үйіндегі аста жағы Жамбыл жыр оқиды, жыр айтады жағы. Москвадағы сапары туралы айтады. Кейін келесі бір келген кезінде сәнді бала апа Әнуарбек Дүйсенбиев баланы, кішкентай бала ғой, қолынан жетектеп Жамбылдың үйіне алып барады. Сөйтіп
Жәке, мен мынау тәжен ініңіздің үйіндегі келініңізбін ғой, мынау баланың сөзге бір кішкене икемі бар еді, сізден бата болса деген кезде Жамбыл Жабай жырға байыр болсын, мендей шайыр болсын деп бата берген екен. Дүйсенбековтің өзі осы жағы Гулливер ергежейлер арасында деген мақаласында айтады, мүмкін маған сол сөз өнері Жамбыл Жәкемді тыңдаған жаздың күнгі Алматы алдының астында отырған кездегі түндерден шыққан шығар, сол батадан қонған шығар дейді. Тіпті Мұсафар Әлімбаевқа анасы Сәнді бала кезінде аманаттаған екен. Мынау Жамбылдан бата алдым деуге ұялады қазір. Осы балаға өзің көз қырыңды сала жүрсең деп. Содан кейін болса керек, осы 90-нан асып қайтыс болған шағына дейін Мұсафар Әлімбаев Әнуарбек Дүйсенбековті аузынан тастамай айтып отырған. Мен қимылдамай қалдым. Жалпы білім жолына, өзінің өмір жолына келетін болсақ, 54-ші жылы қазіргі Қазақ ұлттық университеті, ол кезде Қазақ мемлекеттік ұлттық университеті аталады, Киров атындағы, сол университет бітіргеннен кейін 2 жыл Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасында редакторлық қызмет атқарады да, 56-шы жылы оның ақындық сапары сәтті болсын деген айдарымен Абайды зерттеген белгілі ғалым зерттеуші Айқын Нұрқатовтың Әнуарбек Дүйсенбековтің өлеңдері деген тақырыптағы шағын мақаласымен бірнеше лирикалар жарияланады. Осы Айқын Нұрқатовтың сәттілік тілеуімен шыққан өлеңдері кейін ақынның жинақ шығаруына сеп болады. Жалпы осы жерде мектеп оқушылары отыр екен, өздеріңіз де кітапханадан көріп алып жүрген боларсыздар. Балаларға арналған ақынның не деу керек, қызғалтақ, ақтайлақ, бәтеңке шұжық, балқаймақ, доп, кішкене болса да нық шеге, мықты болса мегермен, не жақсы, паратта, көңілді көшеде деп аталатын кәдімгі суретті кітапшалары, иллюстрациялы поэзиялық жинақтар жарық көрген. Жалпы біз Әнуарбек Дүйсенбековті ақын ретінде танимыз, десе де ол кісі проза жанрында да қалам тербеген. 1972 жылы бірінші рет, одан кейін 82 жылы қайта басылып шыққан Аққозы деп аталатын прозалық жинағы бар. Мұнда көптеген әңгімелер енгізілген. Әңгімелерінің тақырыбы әртүрлі, этнографиялық сипатта жазылған құсбегісі бар, жолбарыс әңгімесі бар, ит туралы. Аққозы деген кітапқа тақырып болған әңгімесі Дәулет деген қала баласының қозы асырап, ол қозыны кейін әке-шешесінің сойып жеп қоюы, қонақтарға сойып, жағы баланың жүрегінің жараланып, жылап, кейін әжесі қайта қозы алып кеп беріп, оқырманды сондай бір мейірімге, жылылыққа бөлеп аяқталатын шап-шағын ғана әңгіме. Автордың осыған ұқсас бір көк қозы деп аталатын өлеңінде бар, ол тек қана кейіпкер ауысады, жағы Дәулеттен бірге ойнап жүретін Аққозы сол көк қозыны еске түсіреді. Жалпы Әнуарбек Дүйсенбековтің прозалық шығармаларының бір ерекшелігі, онда баланың психологиясы, жас ерекшелігі, қабылдауы, таным түсінігінің бәрі ескеріліп жазылғанда, үлкендер оқса да, балалар оқса да жалықтырмай, сюжет бірінен кейін бірі астасып, кейіпкерлерінің өмірі оқырманды қызықтырып, қалай аяқталғанын білмей қаламыз. Сонымен бірге, осы Аққозыда хикая ертегісі де бар, және ақын тек қана ертегілерден құрастырған Гүлзар деген жинақ шығарған. Ол ертегілері барлығы жағы, мысалға Пушкиннің Алтын балық ертегісін білеміз ғой, соны осы Әнуарбек Дүйсенбеков аударған, аударма ертегілер бар, сонымен бірге өзінің төл ертегілері де бар. Енді ақын дүниеден өткеннен кейін оның Жаңбырлы жаз деген жинағын шығарған, үлкен ол менде жоқ, ұлттық кітапхана бар, Абай даңғылының бойында орналасқан Алматыдағы, жолдарыңыз түсе қалса, барып таныссаңыздар болады. Бұны Мұсафар Әлімбаев өзі басшылық жасап құрастырған. Содан кейін бірінші көрсеткен Қайырлы балалар деген жинақ, бұл 2001 жылы ақын 70-ке толуына байланысты Елорда баспасынан жарық көрген. Енді
Әнуарбек Дүйсенбиевтің ақындығын, жазушылығын айттық. Аудармашылығына келетін болсақ, Дүйсенбиев жалпы сол кездегі өзінің қаламдас достары сияқты Мәскеудегі жоғары комсомол мектебіне оқуға барған. Сол жерде көптеген одақтас, бұрын білесіздер, біз 91 жылға дейін 70 жыл бойы КСР-ның құрамында болдық, 15 одақтас республика. Сол 15 одақтас республикалардан келген қаламдас достармен араласып, дос арттырып, шығармашылық байланыс орнатады. Сөйтіп, солардың шығармаларын біздің қазақ тілді оқырмандарға жеткізеді, және сол достары Әнуарбек Дүйсенбиевтің шығармаларын, балаларға арналған дүниелерін әсіресе сол өз ұлттарының тілдерінде сөйлетеді. Әсіресе Юрий Кушак дейтін орыстың мықты балалар ақыны бар. Кейін дүниеден өткеннен кейін Құлбек Ергебекке детская литература деген үлкен журнал болған, әзірде бар, білесіздер. Сол детская литератураға мақала дайындатқызып, жариялатып орыс тілінде Дүйсенбиевтің әдеби мұрасының жарқырап жайнап көрінуіне ықпал еткен кісі. Райым Фархади, одан кейінгі мынау недегі Татарстандағы, Өзбекстандағы көптеген достары осы ақынның шығармаларын орыс, өзбек, украин, татар тілдеріне аударған. Одан кейін өзінің көз тірісінде осы 4 кітабы орыс тілінде жарық көрген. Және қырғыз халқымен достастық туралы Құлбек Ергебек өзінің мақалаларында өте жиі айтып, олардың келіп, өзі Дүйсенбиев Алпамсадай денелі мықты кісі болған ғой, спортпен айналысқан. Құлбек аға айтады, өзіне қарсы келгенді жамбас қалып бұрып жүре беретін, ешкімнен қаймықпайтын батыл еді дейді. Осы жерде айта кеткім келеді, көптеген КСР-ның заманында өмір сүрген ақын жазушыларының шығармаларына тұздық болған сол кеңес дәуірінің күн көсем деп атаған Ленина, Сталина болмаса 15 одақтас республикалардың достастығы сияқты тақырыптар Дүйсенбиевте бар, десе де көп емес. Сіздер жатқа білетін ағайынбыз бәріміз деген балаларға айтып отырмын. Ақпыз, қара сарымыз, ағайынбыз бәріміз дейтін өлең осы Әнуарбек Дүйсенбиевтікі. Мына жерде Ладошки деген интернеттен тапқаным, өзімнің бүкіл нелерімді енді қорғағаныма 10 жылдан асып кетті ғой. Папкаларын бәрін жинап салып тастаған екенмін, кішкене уақыт болмай қалды. Сосын осы қайтыс болғаннан кейін 80 жылдығын, 70 жылдығына қарсы Көпен Әмірбектің естелік мақаласы жарық көрген Қазақ әдебиеті газетіне. Сонда Көпен аға айтады, өлерінен аз ғана уақыт бұрын маған қоңырау соқты дейді. Көпен Әмірбек оқуға түсем деп барып түсе алмай, вокзалда жүрген кезінде Әнуарбек Дүйсенбиев көріп қалып, осы оқуға түсуіне себепкер болған кісі. Содан кейін ауылда, ауруханада санитар болып жүрген талантты Құлбек Ергебек деген інісіне көмектесіп, осы екеуі айтады, Әнуарбек Дүйсенбиевтің үйінде жатып, кәдімгі туған баласындай. Әйтпесе Көпен Әмірбек пен Құлбек Ергебек мынау Түркістан облысы Отырар ауданы Арыстанбап жақтан шыққан ғой, енді Шәуілдірден шыққан. Ал Әнуарбек Дүйсенбиев анау Алматы облысының Қарақыстағынан. Сонда Дүйсенбиевтің осында адамдығын, вокзалда жүрген бір қазақ баласынан өсуіне, өнуіне сеп болғандығын айтқым келіп отыр да. Талантын танып, Көпен Әмірбектің Қазақ ұлттық университетіне оқуға түсіріп, одан кейін Көпен Әмірбектің туысы болып келетін Құлбек Ергебекке көмектесіп, рухани оның балалар әдебиетін зерттеуші болып қалыптасуына ықпал етіп, Белинскийдің бір томын сыйлап, сол үйде Құлбек Ергебек аға естеліктерінде айтады, көптеген ақын жазушылармен кездесіп, танысып, ғылымға келуіме, әдебиетке келуіме үлкен септігін тигізген өзінің рухани ағасы санайды. Осы Көпен ағаның естелігінде айтады, Әнуарбек Дүйсенбиев звондаған кезде айтқан екен, түс көрдім, түсімде пойызбен келе жатырсам, алдымда рельстер жоқ дейді. Менің аз ғана ғұмырым қалды ғой деймін, мына балаларға бас көз бол дейді. Айтқандай ақ көп ұзамай жүрек талмасынан қайтыс болады. Енді әруақты адамдар, қасиет қонған адамдар өзі сезеді ғой. Сөйтіп 79 жылдың өзінде мен балалар ақын атандым, сөйтіп 50 жасқа да келіп қалдық. Мейлі ел 50-ге келген бала дей берсін деп. Расымен де бала сықылды, өте бір ақкөңіл кісі болған ұқсайды. Осы зерттеу жұмысын жазған кезде оның Сұлтан Қалиев деген Балдырғанда бірге қызмет еткен балалар жазушысы бар, және Ермек Өтетілеуов деген көптеген ақындармен
пікірлескен кезімде, сұхбаттасқан кезімде олардың барлығының айтқаны өте бала көңілді, бір дархан жүректі жігіт еді деп айтады Әнуарбек Дүйсенбиевті. Ол өзі басшылық қызметтерден бас тартқан, қаламның қуатын, қасиетін толық пайдаланайын деп. Осы 48 жыл ғұмырында оның балалар әдебиетіне қосқан үлесі, біз рухани қазынасы, артына қалдырған әдеби мұрасы деп қарайтын болсақ, сол әдеби мұрасының өзін мен зерттеу еңбегінде былай топтастырған болатын: өлеңдері, поэмалары, прозалық туындылары, аудармалары деп. Академик Серік Қирабаевтың осы балалар әдебиетін дербес жанр есебінде есеюі, оның тұрақты маман кадрларының жиналуы әрине Ұлы Отан соғысынан кейінгі мерзімге жатады. Балалар поэзиясында профессионалдық дәрежеге көтерілген осы кез. 50-ші жылдардың бер жағында Әлімбаевтың, Мұстафа Қадыр Мырзалиевтің, Әнуарбек Дүйсенбиевтің, Жәнібек Кәрібозиннің, Мүбәрак Жаманбариновтың, Қастек Баянбаевтың, Жахан Смақовтың шығармалары кең тарады. Бұл ақындар творчествосы балалар поэзиясының өзіндік ішкі сырларын терең түсінуімен, оны ойдағыдай меңгеруімен ешіне деген пікіріне көңіл бөлетін болсақ, бұл жерде ақын шығармашылығына үлкен баға беріліп тұр. Жалпы балаларға арналған шығармашылығын мен өз зерттеуімде былай топтастырған болатынмын. 1 жас пен 3 жас аралығындағы бүлдіршін балаларға арналған шығармаларына Шірік алма, тазалық, не деу керек, жалқау деген өлеңдері. Шірік алманы өздеріңіз жақсы білесіздер. Жеп тұр әсет алманы, інісін еске алмады деп басталатын. 3 жас пен 5 жас аралығындағыларға біз өмірдің гүліміз, ағайынбыз бәріміз, ақ мамам қуыршақ ақыл, ел жатқанда жатпаған, мен деп тыным таппаған деп аталатын әні бар ақ мамам өлеңін бәріміз білеміз. 5 жас пен 7 жас жігіт болып келемін жолда, менің ойым автобуста өгіз ұшып кетіпті деген. Автобуста деген мысалға жағы үйрек алып келе жатқан жолаушының жағы азаматтар алға қарай барыңдар, азаматтар кәне билет алыңдар деген сөзге үйрек сонда елеңдеп гагалайды, мен билетсіз келем деп. Үйректі сөйлетуі ақынның жалпы балалар әдебиетіндегі бір ерекше құбылыс тіл бітіру, жансызға болмаса тілсізге тіл бітіру. Одан кейінгі 7 мен 9 жас аралығындағы балаларға арналған Бұлбұл мен бүлдіршін, мектеп ана, жыл кешінде білгіш теңізшілер, мектеп ана өлең оқулықтары бар, білесіздер. Енді 9 бен 12 жас аралығындағы арбайдаған қарт пен бала жөнінде қиқая, ардақтана, наурыз, ең бағалы сыйлық, 12 мен 15 жастағыларға застава аяуы тағы басқа шығармаларын жаттасақ болады. Енді жанрлық тұрғыдан әдебиетте жанр деген мәселе бар. Жалпы 3 жанр бар: эпикалық жанр, лирикалық жанр, драмалық жанр. Осы жанрлардың ішінара бөлінеді. Соған қарай бөлгеніміз тақпақ. Елка жырын өздеріңіз білесіздер, ағайынбыз бәріміз, әліппе, осының бәрі тақпақтарға жатады. Мазақтама өлеңдері бар, жалпы хикаясы бар, ертегісі бар, ән өлеңдері бар, өтірік өлеңдері бар, баллада, поэма, мысал, әңгіме деп осылай топтастырған едік. Осы Мұстафа Әлімбаевтың естелігін келтірдім. Мына жерде «Машинный кораблик» деп орысша нұсқасын ғана таптым. Суреттен «Бәтеңке шұжық балқаймақ» деген. Ол кезде лездеме өтеді. Редакцияда сол лездемеде ауыл азаматтарының ерлік еңбегін мадақтайтын өлеңдер қала балаларына. Енді қала балалары деген өндірістік орындардан шалғайда жүреді, білесіздер. Мысалға сүттің қалай жасалады, келетінін, дастархан нанның қалай келетінін, шұжықтың қалай келетінін білмейді. Соны түсіндіретін өлең керек деген кезде, осы мен өзім сынап көрейінші деп, Мұстафа Әлімбаев Әнуарбек Дүйсенбиев әнеште деген, сол Әнуарбек Дүйсенбиев «Бәтеңке шұжық балқаймақ» деген кітапшаны сәтті жазып әкелген. Ол кейін орысшаға аударылған. Бұл «Бәтеңке шұжық балқаймақта» жаңағы осының барлығы қалай жасалады, қалай тұнуға келеді, осы туралы берілген. Құлбек Өргебек өзінің мақаласында Мұқағали Мақатаев деген ақын бар, үлкен жүректі білесіздер. 90 жылдығы өзі құрдас болған, барлығы дастарханда отырып, кімнің, Әнуарбек Дүйсенбиевтің дастарханында отырған кезінде мынандай өлең оқыған екен: көктем кетті, күз міне жуықтады, бармысыңдар бауырлар қырықтағы, бәрің тірі қалдың ба қарығанда 40-шы жылдардың суықтары, туылып айлар сап, арамызға айлар салып, әріге барамыз ба, бұйырмасын түсінсем осы біздер шынменен біреуге ағамыз ба, кешеді ғой Құдай-ай, кешеді ғой, дүйсен бінін мынадау шешегі ғой. Біздің Әнуарбек ақында айтып отыр. Мынау әзер қаз басқан 4 жасында Мұхамеджан қартының мешелі ғой.
тағдыр бізден бәрін де аямаған, жылатқан да жұбатқан, аялаған, атағаздан айырылған балапан ек аспан асты, жер үстін саялаған, арманымыз жұлдызға жуық болып, апыл-тапыл күн кештік суып тоңып, шаруасы шалқайған шағын шаңырағына шаншылдық оқ болып. Осы 5 шумақ өлеңде Әнірбек Дүйсенбиевтің құрдастарының, сол замандағы ақындардың, сол замандағы адамдардың бүкіл өмірі, нәубеттен көрген қорлығы, зұлматты жылдардың зардабы суреттеліп жатыр. Барлығы құрдас бола тұра расында да ерте кетті. Бірінен кейін бірі кете сал. Осы Жақұлбек ағаның естелігінде де айтады, Әнірбек Дүйсенбиев жерлеп келгеннен кейін Әсет Бесеуов, белгілі композитор, келесі кезек менікі деп айтқан кезде, қоя тұрыңыз дегенше келесі жылы ол да кетіп қалды дейді. Меніңше совет заманында, кеңес дәуірінде цензура деген болды, айтуға болмайтын дүниелер болды. Олардың барлығы жүрегінде ақындардың, композиторлардың жараланып, қатталып жинала берді. Сол жүрек ақыры алып тынды ғой деп ойлаймын. Зейнолла Шүкіров деген сырдариялық, қызылордалық ақын бар, білесіздер, аяғы мешеу. Сол ақын Алматыға келген кезде Әнірбек Дүйсенбиевке кел дәуім десе, Әнірбек Дүйсенбиев құшағын ашып арқалап жүреді екен, жүре алмайтын ақынды. Сол Дүйсенбиев өмірден өткен кезде Зейнолла Шүкіров қалай барамын топасыған деп денсаулық жарамай жарты жолдан қайтқанында Құлбекеға айтқан еді. Осындай естеліктер, әңгімелер өте көп. Жалпы бүгінгі кешті кездесуді ұйымдастырып, ақынның туған күні еді ғой, 90-ға келіп жатыр ғой деп, шығыста болса да Алатаудың бауырындағы дүниеге келген Дүйсенбиевке құрмет көрсетіп жатқан Оралхан Бөкей атындағы орталықтандырылған Өскемен кітапханасына рахметімді айтамын, алғысымды айтамын. Бұл туралы айта беретін әңгіме өте көп. Мен барда негізінен балаларға арналған шығармаларына көбірек тоқталдым. Үлкендерге арналған поэзиясы бар. Мұхтар Әуезов дүниеден өткен кезде керемет етіп өлең жазған. Оның барлығы енді болашақ ұрпақ осы әдеби мұрасын насихаттап, бұдан ары қарай жеткізе берсе, өлеңдерін жатқа оқып жүрсе, әндерін жатқа айтып жүрсе, ақын үшін, шығармашылық адам үшін одан асқан құрмет жоқ деп білемін. Рахмет, өте керемет әңгіме болды. Ойып тыңдадық. Шынымен де жазушының, осы ақынымыздың туындысын тереңдей зерттегеніңіз әрбір сөзіңізден, әрбір слайдыңыздан көрініп тұрды деп айтуға болады. Жалпы жаңа сізді айтып отырмыз ғой, осы балаларға балдай жыр арнаған деген мақалаңызды толықтай оқып шықтым. Сол жерде айтқан екенсіз, көптің бірі ретінде аталып, жете бағаланбай жүрген қаламгердің бірі деген екенсіз. Жалпы қалай ойлайсыз, осы кішкентай бүлдіршіндерімізге балабақша өлеңдерін жаттап оқытып, тамаша әндерін арнаған дара тұлғаның есімін не үшін көлеңкеде қалып жатыр деп ойлайсыз? Оның екі себебі бар. Жалпы бізде балалар әдебиетіне деген көңіл әлі де бөлінбей келе жатыр. Балалар әдебиетін айттым ғой, кішкентайларға арналған үлкен әдебиет деп. Кеңес кезінің өзінде осы 50-60 жылдар аралығында орыс балалар әдебиетіне қатты көңіл бөліне бастады да, соның жылымық дәуірінен кейін қазақ балалар әдебиетіне де ауыса бастады. Одан кейін тәуелсіздік алғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, тоқырау кезеңі болды. Жағы руханиятқа көңіл бөлінбей, экономика деп жатты. Сондай кездердің барлығында да ол тек қана балалар әдебиеті емес, жалпы әдебиеттің өзі назардан тыс қалды ғой. Кейін қазіргі енді тура биылғы жыл балалар әдебиеті жылы деп аталып отыр. Сондықтан да жағы осы Әнірбек Дүйсенбиевтің әдеби мұрасын зерттеуге ұсынбас бұрын маған жетекшім Сәбит Мұқанов сомдаған портреттер деген тақырып ұсынған. Мен оны бір 5-6 ай қарап, қаужап, жаныма жақын келмеді ма, әлде өзіме қиындық туғызды ма, осы тақырып қиналып жүрмін деген кезде, жетекшім бірден Дүйсенбиевті ұсынған кезде, Ақмамамен біз өмірдің гүліміз, білесіздер ғой, зеңгүргектен нұрым төккен деп басталатын. Бірден келсе кеттім, бірақ жетекшім айтты, зерттелмеген тақырып әрине, материалда аз, қиналып қалмайсың ба деп. Мен ол кезде енді жастық максимализм болды, шын айтқанда университетті енді бітірген кезім. Қиналмаймын десем де расы керек, зерттеу жұмысын жазу барысында
мен материалдардан қиналдым, өйткені балалар әдебиетіне қатысты да зерттеу еңбектер жоқтың қасы екен бізде. Орыс балалар әдебиетінде көбірек Қадыр Мырзалиевтің сөз сиқыры бар, кімнің бірнеше еңбегі бар. Ал жалпы Шеген Ахметов сонау кеңес дәуірі кезінде қазақ балалар әдебиетінің тарихын жазған. Одан кейін қазақ балалар әдебиетіне қатысты бір монографиялық зерттеу еңбектер жоқтың қасы екен. Бірақ қуанамын, сондай бір танымал бола тұрып танылмай жүрген тасадағы талантты тақырып етіп беріп, соны шығармашылығымен етене араласып, сол арқылы балалар әдебиетіне келіп, Дүйсенбиев сынды мықты ақынның әдеби мұрасымен жете танысқаныма, енді осы биылғы жылы өзімнің жоспарымда монографиялық зерттеу еңбегімді, кандидаттық диссертациялық еңбегімді монография етіп шығару жоспарымда бар. Құдай қаласа, өздеріңіздің кітапханаларыңызға арнайы жіберетін боламын шыққан кезде. Біз де асыға күтетін боламыз сіздің туындыңызды өз оқырмандарымызға таныстыруға, иә. Жалпы бүгін сізбен кездесу болады деп, осы балалар жатқа оқып жүрген өлеңдерінің авторын зерттей жүрген осындай сіз сияқты керемет авторлармен кездесу болады деген кезінде, бүгін мектеп оқушыларымыз ақынның өлеңін оқып берсек деп өтініш айтып еді. Осында отыр ма екен балалар? Керемет, керемет. Балалар? Және Ануарбек ағамыздың өлеңін оқып береміз деген балалар кездесу болар алдында WhatsApp-тан жазған еді. Иә, естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Мен Ануарбек Дүйсенбиевтің «Солдат болам» деген өлеңін оқысам. Қойыңыз, аға. Қаймықпаймын суықтан, ыстыққа мен төзімді, бәріне де шыныққан солдат болам кезінде. Жүрсем дағы мен қайда, көтеремін ауырды, солдат болам шалғайда, сағындырған ауылды. Сағынатын достар көп, қилы қызық хат алам, біздің бала әскер деп мақтанады ата-анам. Мұғалімнің үйінде бір суретін тұрады, ерлігіне ел сүйінген, солдат болам қырағы. Қандай тамаша, иә, балаларды отан сүйгіштікке де баулыған тамаша өлең, иә. Тағы да оқитын балалар бар ма? Иә. Балалар? Иә, бар. Ал оқи қойыңыз. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Ел жатқанда жатпаған, мен деп тыным таппаған, бақыты үшін баланың аман сау жүр ақ мамам. Күлімдеген көзіңнен күн мейірімі сезілген, бұл жалғанда балаға жақын жан жоқ өзіңнен. Жақсы, рахмет. Тағы да оқимыз деген балалар бар ма екен, балалар? Балалар? Бағана 3 бал оқимыз деген едіңіздер ғой. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Астақтайлақ, ақтайлақ, мініп келем қақпайлап, желеді ол тайрандап. Жұрт қарайды қайран қап, бала біткен шулады, талақ үріп тулайды. Шөп тегенді оқпайды, үй жаңынан шықпайды. Ақтайлақ, ақтайлақ, бұл қолын жақпайды. Жақсы, рахмет, балалар. Жалпы Ануарбек Дүйсенбиев ағамыз туралы ол кісінің өлеңдерімен танысып жатқанымызға өте қуаныштымыз. Жалпы Қарлығаш ханым, сізге осындай сұрақ қоюым келіп отыр. Ағамыз енді Балдырған журналында басшылық еткен ғой. Біз кітапханамыз енді осы Балдырғанмен балаларды байланыстырып келе жатқан кітапхана деп те айтуға болады. Үзбей аламыз журналды. Жалпы осы Балдырған журналында жүрген кезінде осы ақынның балаларға бере алған дүниелер туралы айта кетсеңіз. Балдырғанды негізі көп жылдар Мұзафар Әлімбаев басқарған, соның қарамағында бөлім басшысы қызметінде болған. Жалпы Балдырған 58 жылы жарық көрген ғой, ең алғашқы номері. Осы 58 жылдан басталған Балдырғанның сапарында Дүйсенбиевтің өмірі тікелей байланысты, себебі оның көптеген шығармалары, алғашқы өлеңдері, Ақтайлақ, балалар оқып отырған, Ақ мамам, барлығы осы Балдырғанда жарық көріп отырған. Әлі күнге дейін Балдырғанды қарап отырамын мен, сол Дүйсенбиевтің өлеңдерін беріп отырып, мысалға кім кінәлі деген өлең қазір есіме түсіп отыр. Мамаң неге тұнжырады, саған қарап қынжыл
Папаң неге үндемейді? Кел іштей күйіп, терезеден бәрін байқап, сиырда тұр басын шайқап. Неге ашулы мұның бәрі? Кім жазықты, кім кінәлі? Айда бер деп кім жылады? Мамаң саған қынжылады. Жыласаң да күлмейлі. Папаң енді тұрған осы кезде ағаң қатпен кеше бізге бәріне де сен кінәлі, сен жазықты деп жазыпты дейтін өлеңдерінен сияқты көптеген балаларға арналған шығармалар жарық көріп отырған. Жалпы балаларға өндіре жазған ақын ғой. Жаңағы сіздің алғашқы сұрағыңызға Қарлығаш ханым, қатысты мемлекеттік сыйлық алған әзірге жалғыз кітап осы Мұсафар Әлімбаевтың Аспандағы әпкесі. Ал енді келешекте осы биылғы жылды президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев балалар әдебиеті жылы деп атап, Астанадағы Ербол Бейілхан деген үлкен ақын кісі бар. Ұлттық кітапхана Үміт апай басқаратын, сол кітапхана бірнеше шаралар өткізіп жатыр балалар әдебиетіне. Конкурстар, ертестік конкурсын ұйымдастырды. Осының барлығы балалар әдебиетіне бөлініп жатқан көңіл. Меніңше осында отырған көз қарақты оқырмандардың арасында да жазатын балалар болса, шығармашылықпен айналысатын балалар болса, осы Дүйсенбиев аталар сияқты, Мұсафар Әлімбаев аталар сияқты мүмкін тақпақ жазудан бастап балаларға балдай жүре арнайтын шығар деген үміттемін. Жақсы, рахмет. Жалпы енді және өзіңіз айтып отырсыз ғой, осы аға оқытушы ретінде айтып отырсыз. Енді жалпы ағамыздың туындыларын жаңғырту мақсатында бүгінгі таңда қандай жұмыстар атқарылып жатыр, және балалар әдебиеті деп кішкене биылғы жыл көңіл бөлініп, 190 жылдық екен, иә? Жалпы бұдан бөлек қандай шаралар атқарылып жатыр, хабардарсыз ба? Осы жаңағы айтып отырмын, 70 жылдығында қайырлы балалар жарық көрді. Одан кейін 80 жылдығында Қазақстан Жазушылар одағының ұйымдастыруымен үлкен жиын өтті. Ол жиынға өзім қатысып, баяндама жасағанмын. Одан кейін сол жиында ақынның Ержан, екінші ұлының атын ұмытып отырмын, Зәуре, Сәуле, Роза деген ұл қыздары бар. Сол балалар артында қалған жағы мұрасын балаларға арналған үлкен суретті кітап жасаған. Менде бар еді, сол таппай қалдым, неде қалып қойған. Сол суретті кітапша жасады 80 жылдығында, 90 жылдығында да енді сол өзі Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі ғой. Ойлаймын, ұйымдастырып жатқан шығар. Енді пандемия жағдайына байланысты шағын неде әзірге хабарым жоқ екен. Бірақ бұқаралық ақпарат құралдарында әлсін дүркін болса да жарияланып тұрады. Өзім осы Ақиқат газетіне 2 мақалам шықты, Қазақ әдебиетіне газетіне мақалам шыққан, тағы да басқа сайттарда да іздесеңіздер мақалаларым тұр. Жалпы қалай ойлайсыз, алдағы уақытта да осы балалар әдебиеті деген кезінде Әнуарбек Дүйсенбиевтің есімі бірден аталу үшін алдағы уақытта қандай жұмыстар жасалыну керек деп ойлайсыз? Өзіңіз осы күні зерттеуші маман ретінде бір айта кетсеңіз, е? Келешекте ол Дүйсенбиев есімімен балалар әдебиеті егіз ұғым ғой, жалпы балалар әдебиетінің классик атағанымыз біз ұстазым Құбек аға екеуміз. Егіз атала береді. Неге? Себебі балабақшадағы бүлдіршіндерден бастап осы тәрбиешілермен бірге Дүйсенбиевтің өлеңдерін жатқа айтады. Мысалы, Шырша жыры, елка деп, өзі елка деп жазған кезінде, кеңес дәуір тұсында. Жаңа жылдағы Шырша жырынан бастап 8 наурызда Ақ мамам, тіпті Апатайым анашым, ақылым мол данасын деген әнде сөзде осы Дүйсенбиевтікі. Кез келген еңбек тақырыбы болсын, адамгершілік тақырыбы болсын, ағайынбыз бәріміз дейтін достық тақырыбында болсын, болмаса табиғатты аялау болсын, кез келген тақырыпта мұғалімдерге жолбасшы, көмекші ретінде Дүйсенбиевтің шығармалары көмекке келіп отырады. Балалар барда, қазақ барда Дүйсенбиев есімі жасай береді деп ойлаймын. Жақсы, рахмет. Жалпы өзіңіз алдағы уақыт осы шығармашылығыңызға әлі де осы Әнуарбек Дүйсенбиевті байланыстыру ойыңыз бар ма? Әрине, енді балалар әдебиеті болғаннан кейін Дүйсенбиевтің көбінесе
жаңағы балаларға арналған шығармаларын зерттедік қой біз енді. Менің негізгі тақырыбым қазақ әдебиетінің 70-80 жылдардағы көркемдік ізденістер Әлнұр Өтесінбиевтің әдеби мұрасы негізінде тек қана балаларға арналған ғана шығармашылығы болды да. Ал негізінен ол кісінің осы мәмлүктер туралы жазылған үлкен қолжазбасы бар. Одан кейін үлкендерге арналған қандай мықты поэзиялары бар. Лирикалық тақырыптағы, махаббат тақырыбына, саяси тақырыпқа, табиғат тақырыбына арналған. Олардың бәрі менде бар, жазылған. Келешекте ары қарай жалғасын табады. Жақсы, біз асыға күтетін боламыз Әнуарбек Дүйсенбиевтің кітаптарын және сіздің зерттеу жұмыстарыңызды біздің кітапханамыздың сөресінен көргіміз келеді. Құрметті оқырмандар, бүгінгі мейманымызға қоятын сұрақтарыңыз бар ме екен? Сіздер тағдыр бір қырлаш, сізге де үлкен сәлем. Біздің кітапханасынан келгеніне бір ай болды. Бұл кітапханада істеп жатқаныма жаңа сізбен кездесу болады дегенімде, мен барлық кітапханаға бар журналдарды бір шолу жасап шықтым. Мөлдір бұлақ, Балабек деген шығады екен қазір, балалар әлемі, ал өзіміздің Айбөлек, ал өзіміздің сонау Балабекке 70 жылғы ойыма керек етті, сол балдырғанды әрбір үйде жазып, өзіміз алып оқитын, жанымызға жақын бір журналымыз болатын. Расында да бізді қазақшаға да сондай жанымызға жылу нұр құйылған осы журнал. Сосын Қазақстан пионерінде жазылғанбыз, сол ойыма түсе кетті. Енді жаңа осы журналдарға бір шолып шыққанда қарасам, әрқайсысы енді мен оқысын, менің журналымды оқысын деген сондай бір конкуренция жүріп жатыр ғой. Біреуі ағылшын тілінде оқытқысы келеді, енді біреуі өзге елдермен таныстырғысы келеді. Сосын мына жерде маған мынандай бір бетін ашып қалды, менің сүйікті пайғамбарым деген бөлім бар екен, балалар әлемі деген неде журналда. Сіздің кішкентай шынын айтсаңыз, тіксініп қалдым, себебі балаға осы қажет пе, кішкентай кезден бастап әлде зерттеуші ретінде балалар әдебиетін сізден сондай бір сұрақ жатырмын. Менің сүйікті пайғамбарым деген бөлім бар екен. Оны балаға мүмкін әлі керек па, ондай тақырыптармен жұмыс істеу. Менің сұрағым осындай сізге. Жақсы, рахмет сұрағыңызға апай. Жалпы қазір енді өздеріңіз білесіздер, бұқаралық ақпарат құралдарының бәрі тәуелсіз, өзі жаңағы қазаншының еркі бар, қайдан құлақ шығарса деген қазақтың мақалы бар ғой, керемет. Тура сол сықылды. Енді оның солай айдар ашып отыруы, әрине өте кіші жастағы балалар үшін түсінуіне ауырлау тиюі мүмкін. Десе де біз ұмытпауымыз керек, балаларға арналған басылымдар тек қана балалар оқымайды. Үлкендер де оқиды оны. Жасөспірімдер әсіресе 9-шы, 10-шы, 11-ші сыныпта оқитын балалар да оқиды. Әлі күнге дейін өзіміз де оқимыз, балдырғанмен Уанды, Ақжелкенді, әлі күнге дейін оқырмандарымыз. Сондықтан соның барлығы ескерілген ғой деп ойлаймын. Жалпы қазіргі кездегі дінге қатысты теолог ғалымдардың пікірін там-тұмдап болса да, балалардың жас ерекшелігіне қарай беру, олардың сауатты болуына әсерін тигізбесе, кері зиянын тигізбейді деп ойлаймын. Енді бір көркемдік кеңес болады, әрбір редакцияда, әрбір баспада сол көркемдік кеңестің елегінен өтіп береді деп сенім білдіремін өзім әріптестеріме. Сондықтан білімнің артықтығы жоқ, тек оны оқырман бір сүзгіден өткізіп алу керек та. Және оған біз үлкендер, әсіресе балалар, кіші жастағы балаларға көмектесуіміз керек. Ненің қалай қабылдануы үлкендердің басшылығымен жүргізілетін кеңеске байланысты, жеткізуге байланысты, түсіндіруге байланысты. Әсіресе балабақша тәрбиешілері мен мектеп мұғалімдерінің, қазақ тілі мен әдебиеті болсын, басқа да пән мұғалімдерінің, сынып жетекшілерінің, тәрбие завуштарының ықпалы өте зор. Тамаша, рахмет. Жақсы, рахмет. Енді Қарлығаш ханым, уақытымызда бір жерге барған екен, әңгіме тыңдап, сұхбатымызды жалғастыра отырып, уақыттың қалай өткенін де байқамай қалдық. Бүгінгі кездесуге ең бастысы келіскеніңізге рахмет. Енді жалпы Ануарбек ағамыз 90 жасқа толып жатыр деп отырмыз ғой. Сіз сияқты ғылыми зерттеулер жасап, бүгінне қашықтықта кездесу өткізіп жатырмыз. Аруағы бір аунап түскен шығар деп ойлаймын. Жалпы
кездесуге келіскеніңізге рахмет, сізге шығармашылық табыстар тілейміз. Өте үлкен жетістіктер алдағы уақытта бір кітапханамыздың сөресінде тұратын ерекше бір іргелі жұмыс күтеміз. Алдағы уақытта міндетті түрде шығармашылық байланыста боламыз деп үміттенемін. Сізге үлкен рахмет айтқым келеді. Сіздерге де рахмет, үлкен елеп ескеріп, осындай қазір енді пандемия жағдайына байланысты әр нәрсенің қайыры бар деген, осылай зуммен алысты жақын етіп, Ыбырай Алтынсарин айтқандай, алыстан хабар алғызған, монитор арқылы жүздескеніме, шығыс халқымен жылы сұхбат болғанына өте қуаныштымын. Келешекте де шығармашылық байланыста болуға қарсы емеспін, қуана келісемін. Барлықтарыңызға рахмет. Ақынның әруағы бәрімізді желеп жүрсін. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Мен де бір ауыз сөз айта кетсем. Айта қойыңыз. Ұйымдастырып отырған апаларға көп рахмет. Әсіресе сізге, Қарлығаш Сапарбаева, сіздің арқаңыздан Өмірбек Дүйсенбиев туралы көптеген нәрселер алдым. Алдағы уақытта осылай тағы кездесулер болып тұрса екен деп ойлаймын. Рахмет сізге. Рахмет сіздерге. Мағанына қуаныштымын. Енді уақыт деген бір өте жүйрік қой, қолмен ұстауға болмайтын мұз сияқты сырғып кетеді. Бір 40 минуттың қалай өткен расымен де білмеймін. 47 минут өтіп кетті тіпті. Сондықтан барлығыңызға көп рахмет. Алтын уақыттарыңызды қиып, менің әңгімемді естіп, Оралхан Бөкей кітапханасының ұжымына зор алғыс айтамын. Сізге де рахмет. Сау болыңыздар. Әнұрет Дүйсенбиевтің өлеңдерін жатқа оқып, әндерін айтып жүріңіздер. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз.